Путин красавчик, отвечаю. Өз елінде сонда Россияның не үшін красавчик, объясняю. Бүткіл Европаның президенттері, Американың президенттері Путинмен кездесіп, ойлашы, Украинаның президентінен сұрамайды уже, не істейміз деп. Россия мен Американың президенті, Европаның президенттері кездесіп, не істейміз, болашақ мына әлемді қалай не болатынын соглашаются, считаются, анамен ақылдасады да. Вот. Басқа президенттермен кездеспейді Трамп. Кездесіп, звондап, не істейміз, соғысты қалай тоқтатамыз, экономиканы не істейміз, анау деп. Сол үшін ол Россия үшін красавчик ол. Мысалы, Трамп тоже мне нравится. Америка үшін Трамп-то красавчик. Почему мне Трамп нравится? Потому что андай да ол, политик сияқты, созып, сөйтіп жүрмейді. Ол прямо звондайды да, короче, кездесейік, сөйлесейік, Северный Кореяның президенті сияқты, американский политиктер 15 жыл кездесе алмай жүрді ғой, договориться. Путин, кім? Трамп звондады, айтты, былжамай, давай кездесейік та сөйлесейік. Уақыт жоқ. Вот, Трамп мне почему нравится? Потому что он прямой, да, андай, незагрязненный политик. Путин, потому что он свое мнение есть. Путин мне почему нравится? Потому что он никого, во-первых, не боится, во-вторых, ол өзінің мнениесі бар, да. Басқалар сияқты ставленный президент емес. Обамамен бір сөзде. Тяжело договориться с человеком, которому говорят, что делать люди в галстуках, дейді, да. Короче, в пешка деп айтады, да, дает понять, он намекает, что это пешка, с ним невозможно договориться, он ничего не решает, деп айтады, да, вот. Путин виноват дейсіңдер. Путин виноват болса, біздің елден қалай 300 миллиард шығып кетті? Вот это мне объясните, пожалуйста. Как некоторые люди своровали из Казахстана. Тоже Путин виноват, да? Пәленбай миллиард Қазақстаннан ұрлап кеткенге, значит, Путин виноват екен. Қазақтар емес, Путин, да? Жириновский красавчик, Жириновский комедия, о. Уалейкум ассалам. У меня на жақта 500-600 адам отырады, соның 90% агенты, короче. Провокаторы, прослушка, госслужащие, агенты, шпионы, короче. Так что не смотрите на количество, вот половина. Так что 20% только нормально, қалған непонятные люди, короче. Путинді сұрайды, ананы айтады, мынаны айтады, короче. Госслужащийден қандай жамандық көрінді? Білмеймін, что-то 2020 жылы госслужащийлар 2015-те жас болғам, сол кезде балам, 2010-да. 2010-да жасым 20-да ма, сондай, короче. 19-да ма. Сонымен госслужащийлар айтқан, 2020-да, короче, біз 2020-да бай өмір сүреміз, 2030-да арабтар сияқты өмір сүреміз деп, осы госслужащийдан естігем телевизордан. Сонымен енді 10 жыл күттім, сенесің ғой, енді ауылдың баласысың. Новостидан госслужащий, ана министр айтады, мына госслужащий айтады, анау, короче. 2020-да бай тұрады екен, 10 жыл шыдай екен деп шыдап күтсің, 2020 болды, что-то ничего не изменилось. Сонымен енді 2030-да деп айтты енді. Сонымен что-то жан-жағыма қараймын, уже 4 жыл қалды, по-моему, 4 жылда ештеңе өзгермейтін сияқты. Сол үшін госслужащийдан енді жаманшылық көрін деп айта алмаймын, бірақ алдап кетті да, бізді бәрімізді алдап жүрген да. Сами, короче, грабят, бірақ бізді алдап қояды екен да. А так ничего жаманшылық көрмедім вообще. Лаханули, короче, нас. Біз сеніп жүрсек, енді қайда білеміз, ауылдың баласымыз, телевизордан айтқан нәрсенің бәрін шын деп ойлаймыз, қаяқтан білеміз. Сөйтсек, топырақты жұтып қойды дегенге сеніп жүр екенбіз, оказывается. 2020-да топырақ жейміз деп. Ол госслужащий жоқ, бәрі байды қазір дейді. Енді
білмеймін ғой енді, сұрақ жауап берді ғой, госслужащий не жамандық көрдің деп, соны айтып жатырмын да енді, сол последний госслужащийларды бізге қауіп келіп тұр дейді. Ой, сен келіп тұрғанын білмейді екенсің сен қауіпті қайдан келгенін, Россиядан келіп жатқан жоқ қауіп. Сен қай елден действительно қауіп келіп тұрғанын білген кезде сен Путинді қазір, так что қайтесің ол политиканы. Лучше зарабатывай деньги, әке-шешеңді шетелге жібер, Меккеге бар, жаңа автокөлік алып бер астыларына, күшті киім, тамақ алып бер. Не ол септик? Сол ғой Динара, мен дұрыс айтады Динара. Көке, тарихты ұмытпа дейді. Тарихты ұмытпа емес, новый тарих жазу керек бізді. Мысалы, біз ата-бабаларымыз қазір мақтанамыз, ата-бабаларымыз. Міне бізге соғысты батыр болды дейміз. Қазір бізде батырлар жоқ вообще. Бітті, батырлар дефицит. Екінші, мынандай жер қалдырып кетті. 30 жыл қазақ болды біздің президент. 30 жылда ертең сен, біздің ата-бабаларымыз бізді кім деп айтады, сендерді кім деп айтады? Сендер соны ойласаңдаршы, тарихты қайтесіңдер, өткен бітті ол. Тарих істегендер істеп кетті уже, бітті, олар красавчик ата-бабаларымыз. Сен, біз не істедік біз? Что сделали? Вот за 30 лет не істедіңдер? Мы что сделали біз? Вот соны ойламайсыңдар. 30 жылда ничего не сделали мы. Ертең бізді, сендер осы қазір біз жастағылар 90-ға келген кезде біздің анау балалар айтады, жастар, біздің ата-бабаларымыз мешок болыпты ғой деп. Вот о чем надо думать. Мы что сделали 30 жылда? 30 жылда түк істемедік, тағы 10, 15, 20 жылда еще ничего не сделаем. Вот соны ойласаңдаршы кішкене. Иә, сол әне дұрыс айтады, ардақ бар деп айтады, ардақ деген красавчик. Бой без правилдан 150 кратный чемпион атамыз бар деп айтады, болды. Ботахан, мен сөйлесіп алайыншы мына жақта, потом поиграем, да? Жоқ, өшірсаңыз. Сол септик деген не ол? 30 жыл Путиннің құлы болдың дейді. 30 жыл құлы болған жоқ, 30 жыл наоборот, сен бүткіл қарасаш, 30 жыл қазақ президент қазақ болды, не істеді қазақ? СССР кезінде темір жол салынды, заводтар салынды, Қапшағай салынды, Медеу салынды, не салдық біз вообще? Қазақ болып, 30 жыл қазақ болып бері не салдық? Түк істеген жоқпыз. Ничего не изменилось. Вот тарихты айта бермей, тарихты қазір жазу керек, тарихты. Ол айтқаннан толық жоқ, сөйтті, бүйтті, мақтана бергеннен. Абу-Даби плаза, сол қарызға миллиард алдықты, бір Астананы салдық, болды. Так же, мен білем ғой, мен өзім қарап жүрем жан-жағыма. 2010-нан бері 15 жылда ничего не изменилось. Адам жүрген тұрысы, киімі, жағдайы, я же вижу. Зачем оны айтып? Ол сөйтті, бүйтті, қалмақ деген нация жоқ уже. Қалмақтармен соғысты, Шыңғысханмен соғысты, анау, мынау деп айтсақ, ол отыра бересің. Жоқ, олар бітті. Сейчас надо писать историю самим. 30 жылда арабтардың дінін салдық дейді. Ой, арабтардың дінін айтпай-ақ қойшы, брат. Арабтардың жанында, так как арабы живут, мен последний бой Дубайда болды ғой. Последний бой Дубайда болды, мен көрдім ғой арабтар не екен. Ана қасымда 2 дос балам бар, солар Дубайға бірінші рет барды. Сол Дубайға бірінші рет барып, айтты, о сказка деді ғой мына жақ. Мен айттым, міне арабтар, біз Дубайдан, арабтардан 10 есе күшті тұруымыз керек біз деп айтсам, не может быть дейді. Мен демеймін, үшін арабтарда не жоқ? Арабтарда Менделеев жоқ, газ жоқ, уран жоқ, көмір жоқ, только нефть. Сонымен шок болып кетті ғой 2 досым. Араб бойға барды, ана Бурдж Халифаның алдында тұрмыз, Бурдж Халифаның жан-жағын көріп, мынау сказка ғой дейді. Сонымен айттым, біздің ЛРТ, міне ЛРТ-нің тура ЛРТ-ға кеткен ақша осы Дубай, осындай ЛРТ-нің орнына мынандай салуға болатын еді Қазақстанда десем, да ты что деп сенбейді. Мен айтам, шын айтам, біз ЛРТ салу үшін. Міне сол, короче, біздің қазақтың проблемасы, бізден басқа бәрі виноват, короче. Путин виноват, Африка виноват, погода виноват, теңіз виноват. Короче, біз андай адамымызда андай. Бізден басқа бәрі виноват, біз емес только.
30 жыл қазақ болды ғой сен. 30 жыл президент қазақ болды. Короче, сондаймыз да, біз виноватпыз деп айтпайды. Короче, погода виноват. Уалейкум ассалам. Не ол, брат, септик деген не ол? Не важно, таншыш дейді. Енді вопрос задают, я отвечаю. Алаш мықты болған дейді. Жарайды, Алаш мықты болған, Қабанбай атамыз мықты болған, Бөгенбай атамыз мықты болған, Бауыржан Момышұлы, одан кейін Мәншік Маметова, Әлия Молдағұлова мықты болған. Біз кімбіз? Мы кто тогда? Қазір кім мықты? Айтшы бізге. Ол кісілер болды, қайтыс болып кетті. История уже қалды олар. Біз историяда кем мы останемся? Бомжами останемся в истории. Ничего не сделали, своровали, богатую страну убили и все. Вот так останемся в истории. Вот қазір историяны ойлау керек. Кто мы? Не істеп жатырмыз деп. Зачем это все? Істеген істеп, ол ата-бабаларымыз красавчик болған, болды же олар. Істерін істеп кетті. Ол заманда істеді. Біздің заманда біз қазақтар не істедік? Ұрлама ақша елді тонап, шетелге миллиардтап шығарғаннан басқа не істедік біз? Вот расскажите мне. Я хочу вас послушать. Ардақ Назаров қана историяда қалды, басқа түк істеген жоқпыз біз. Ты кредитке бат дейді, сол. Я хочу вас послушать просто. Тажик шығардық дейді. Вот красавчик. Міне тажик шығардық. Вот бізді 21 ғасырда қазақ ата-бабаларымыз не істеді десе, тажик шығарған деп айтады история. Болды. Тажик шығарған, кайфовать еткен и воровали дейді. Болды. Басқа ничего нету. Сен не істедің дейді. Мен енді сен сияқты Путин, Украина, бір бәле деп басымды ауыртпаймын. Я занимаюсь только Қазақстанмен ғана. Қазақстаннан басқа Америка, Африка, басқа елдер, жердің астына түсіп кетсе де мне все равно. Я патриот только своей страны. Мен көршілеріммен дружу, к ним не лезу, и все, своим делом занимаюсь, зарабатываю, әке-шешеме көмектесемін, путешествую, что-то делаю. Жан, как дела? Хорошо, как у вас? Что-то? Он не спать? Бір раунд болды. Давайте курим. Ладно, жарайды, баш. Депутат болмай. Депутатство это не для меня. Роналдо патриот болсаң қазақша сөйле деген адамның өзі чуть-чуть ненормальный. Потому что, қара, объясняю. Геннадий Головкин қазақша сөйлемейді, бірақ бүткіл әлемге Қазақстанды танытты. Илья Ильин, Георгий Цурцумия, Мхитар Манукян қазақша сөйлемей-ақ олимпийский чемпион болып, бүткіл қазаққа пайдасы қазақша сөйлемесе деп тиіп отыр. Қанша врач бар, күніне операция жасап, қанша қазақтың жанын сақтап отыр. Қанша пожарниктер бар, спасительдер бар, қазақша білмейді. Бірақ күнде Жиров бар, қазаққа, бірақ Қазақстанға, только қазаққа ғана емес, Қазақстанға миллиондап күніне пайдасын келтіріп отыр да. Вот олар красавчик патриот. А сен қазақша сөйлеп, мына жақта провокациямен занимаешься. Ты вообще патриот. Қазақша миллион рет сөйлесең де, я не считаю тебя патриотсың ба, сомнение, да? Патриотсың ба, патриот емесің ба? Сол үшін Қазақстанға бірінші пайда келтірген адамды патриот дейді. Пайда. Спорт жағынан, бизнес жағынан, көмек жағынан, қызмет ету жағынан, врач бол, пожарник бол. Сөйтіп мына елге пайда келтірсең, ты патриот. Алқашта қазақша сөйлеп отыр да, алқаштар бар көшеде жатыр, алқаш. Вообще 1 грамм пайдасы жоқ, вообще. Алқаш, короче, бесполезный қазақша өлең айтып отыр сен. Еще сен сияқты қазақша сөйлеп жүрген патриоттар бір 5 теңге бермейді да, өтіп барады, мынау қазақша жылап өлең айтып отыр ғой, қазақша қайыр тілеп отыр. 5 теңге бермейсіңдер да. Но вы считаете себя патриотом. Как это так? Вот ответь мне на это.
қазақша сөйлейтіндерді кім кедейге жүр? Оказывается, Путин виноват екен сол үшін. Қазақстан кедей тұрғанына Путин виноват екен. Қазақстаннан қазақтар миллиардтап тонап, ұрлап, шетелге шығарып атқандар тоже Путин виноват екен. Біздің жол жаман, продукты қымбат, короче. Қыс қазір ноябрьде қар жауғанда тоже Путин виноват екен да, короче. Түсіндіңдер ме? Короче, қазақтардан басқа бәрі виноват. Қазақтар виноват емес, короче. Короче, біз... Ондай нәрсені айтпаса, сен не можешь, мен баняда көре алмайсың, өйткені мен никогда в жизни без шорты не ходил. Ана тіл бірінші орында емес деп ешкім айтып атқан жоқ, бірақ сен сол сөзді айтсаң, кішкене чуть надо білім алу керек та саған, кішкене кругозор, ана ауылдан кішкене шығу керек. Развиваться надо кішкене. Ол ешкім ана тіл бірінші орында емес деп ешкім таласып отқан жоқ. Бүткіл закон біздің елдің закон айтып отыр. Бірінші тіл Қазақстанда қазақ тілі, одан кейін екінші тіл орыс тілі деп уже ол закрепленный. Сен оны айтсаң да айтпасаң да ол уже поставленный нәрсе. Оны айтпай ақ қой сен уже. Оны без тебя знают. Не істеймін, қандай пайда келтіремін деп ойласаңдар жолында. Өзіңе пайда келтір, әке шешеңе, туған туысқандарыңа, көршілеріңе, одан кейін бәріне көмектесіп тастағаннан кейін еліңе көмектесе, қалай көмектесем деп ойлады оны. Қайтесің оны, басыңды ауыртып. Басқа елді обсуждать ету үшін бірінші өзің елің мықты болу керек та. Одан кейін до этого уровня дойти надо. Не ол септік деген? Адам мынандай ғой жігіттер. Ана еліміз қашан бай болады, еліміз қашан дамимыз, қашан күшті болады екенбіз, қашан арабтар сияқты өмір сүреді екенбіз дегенді адам ойлап отқан адамға септік деген не деп сұрайды ғой. Сол кезде сен айтасың да, мынау жынды ма, не ол септік деген деп. Сол сияқты ғой, короче. Сондай ответ қой, түсіндіңдер ме? Септік деген. Жан, жақсы. Аха, жақсы. Түсіндіңдер ме? Мен вообще андай адам, мен қалай дамысам, қалай жақсы болсам, қалай көмектесем, қалай сөйтсем, бүйтсем деп басын ауырып жүрсе, біреу саған Путинді қолдайсың ба, қолдамайсың ба деген сияқты ненормальный адамдар сұрайды ғой, сол кезде айтасың да. Не ол деп. Нормально, братан. Что, кайфую, бой выиграл вот неделю назад в Дубае. Я видел, құтты болсын. Рахмет. Абдулали, сенде саған кажется транстар көп деп ше, ол просто Таиландқа бармаған адамдар айтады оны. Мысалы Таиландта бар ғой. Таиландта мысалы, сейчас я выключу ее звук. Короче, Таиландқа барасың ғой. Енді Алла бұйырса, енді бәрілеріңе осында отырған бәріңе бұйырсын Алла Тағала Таиландқа баруды. Короче, Таиландқа барасың ғой, любой магазинге кіресің, жолда, короче, каждый 500 метр сайын 200 метр сайын 7-Eleven деген магазиндер болады. Family Mart или 7-Eleven. Любой магазинге кірсең, хиджаптағы қыз тұрады, бір қыз. Тайка. Именно тайка. Хиджаптағы. Любой магазинге кірші, просто вот. Любой магазинге кірсең, жоқ дегенде 3 продавщица тұрады, 2-3, соның біреу хиджапта. Вот ертең Таиландқа барасың ғой, көресің. Ол транстар жүретін жер, ол бірақ район. Патонг деген. Сол жақта ғана жүреді, басқа райондарда транстар нету вообще. Бармағаннан кейін білмейсің да, сол естіп айта бересің. Алейкум ассалам. Найман ішінде қара керемін. Нұрылтау живешь дейді. Фархат, хату не пали, братуха. Аль-Фараби. Тапурия Махачев, интересно бой будет. 50 на 50. Айдастығасын ардақ күтіп тұрмасын деймін. Ардақ күтіп тұрса да не болады екен, интересно.
ардақ күтпесе сұраймын да, шын ба ана топырақ жеп болған или ты придумал дейсің деді. Қайрат ол публикаға ғана үйлен дейді, а так өмірде сұрасаң үйленбей дейді ғой вообще. Үйленбе, братуха, зачем тебе проблемы дейді. Үйленбей осылай жүре берсеші кайф дейді. Хорошая жизнь – это свободная жизнь дейді.